Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ ағайын. Таиландтан сәлем. Бурят, Дағыстандар соғыста жүр. Орыстар соғыстан қашып Таиландта жүр. Кейінгі кезде мына соғыс басталғаннан кейін өте көп орыстар осы Таиландқа көшіп келіпті. Қазіргі таңда шамамен миллионға жуық адам орыстар Таиландқа қоныс аударған. Осы жерде тұрып жатыр. Және демалатындар бар, демалысқа келгендер бар. Осы жерде мынау пляжда жатқандардың 70-80% сол орыстар. Сауда орталықтарында сатушылар көбісі орысша сөйлейді. Сол шамасы келгенше айтып түсіндіре алады. Және бәр жерлерде мәзір тағы басқа жаңағы ақпараттар үш тілде жазылған. Таиланд тілінде, ағылшын тілінде және орыс тілінде. Ол да бізге бір жағынан жақсы болды. Барлығын түсінеміз. Не жазып тұрғанын мәзірдің. Енді мына бір орыстың әйел айтады. Таиландықтар жалқау халық деп қояды. Мен оған келіспеймін. Мен бұл жақта таиландтарды көріп, не халық екенін көзім жетіп, өте риза болдым. Өте мықты халық екен, өте тәрбиелі, сабырлы, әдепті халық екен таиландтар деген. Бұл жерде енді мынау сауда орталықтарына келіп қарасаң, Қытайдың тауары жоқ десе болады. Барлық өздерінде шығады екен. Сондай еңбекқор, мықты халық екен. Ең біріншіден маған ұнағаны сол тәрбие жағы. Өте сыпайылы, әдепті халық екен. Сыйлауға тұтар. Енді Таиландта қыз-текелер көп деп жатады. 7 күн жүріп ондай қыз-теке кездеспедік. Өйткені айтады ғой, бір құмалақ бір қарын майды шіртеді дегендей, мүмкін ондайлар бар шығар үлкен қалаларында, Бангкок сияқты. Бірақ бұл мына біз болып жатқан Пхукет деген жерде ондай көрмедік, кездеспедік. Барлық сыпайлы, қарапайым осындай халық. Енді ондай қыз-текелер өзімізде де жетіп жатыр. Өзіміздікін жөндеп алайық. Сондықтан бұл жақта ондайлар көрмедім. Мас болып жүрген адам, әдепсіз, бір дөрекі мінез көрсетіп жүрген бірде-бір тай халқын көрмедім. Өте жақсы халық екен. Олар енді мына Дубайда болдым мен. Арабтарда заң бар. Араб халқына дауыс көтеруге болмайды. Дауыс көтерсең полиция алып кетеді. Тура сондай заң бұл Таиландтарда бар екен. Мына Таиланд халқына дауыс көтеруге болмайды екен. Дауыс көтеріп дөрекі мінез көрсететін болсаң, бірден полиция алып кетеді. Оларға сөз айтуға болмайды. Заң бойынша олардың құқықтары солай өздерінің мемлекеттік заңмен қорғалған. Міне осындай керемет, тамаша мемлекетте болып, осы қандай халық екенін көріп қайттық.